5'ten 19 mu ketdi? 17-19 сейсенбі вторник, ә? Бастық жоқ қой қазір, бастық. Түсіндім ғой. Бұл жақта кеңсе емес, хенсе меңгерушісі Ниязбекова. Жанбол Рахматұлы аты жөнім. Қазір Түркістан облысы Сайрам ауданы Ақсукент кентінің полиция басқармасына келіп тұрмыз. Жаңа ояу әдіс тәсіл оюма бірдеңе шығыпты полицияда. Мұндағы мәселе кірдік, тамақ берейін деп нәқті камера тұр, дыбыс жазумен еуропалық стандартына сәйкес қолды өңдеудің ережесі бойынша қолымды өңдеп көрейін дегем антисептикпен. Антисептик жоқ. Енді мұна басшыларына Зиятов Бауыржан Батырбековичке ма, Сейітбеков Алкен Мамырханұлына ма, Мейірбеков Еркеғали Избасарұлына ма, қайсысына болса да арыз шағымымды жазып кетейін десем, мына жерге антисептик қойыңдар. Мына жазуымдарды алып тастаңдар деп жазып кетейін деп былай қарап қалсам, бұл жақта кеңсе емес, хенсе меңгерушісі Ниязбекова МН 2021 жылдың 19 наурызында тексерген екен ең соңғы рет. Бір жыл 7 ай бойы азаматтардың арыз шағымдарын Ақсукенттің полиция басқармасының басшылары ешқандай арыз шағымды қарап жатқан жоқ деген тұжырымға келуге болады. Өйткені опечатанный, запечатанный болып тұр міне. 21 жыл. Қазір мына кезекшімен кішкене Кентаудың кезекшілері кішкене пысықтау болатын еді. Кезекші білмеймін, мен түсінбей тұрма, түсінбей тұрмын. Шақырып беріңізші десем, деді, соге қанша уақыт өтті, әлі тұр мына жақта. Антикорға айтқым келеді. Антикор, құрметті антикор. Қағазды көрнекті ақпарат хабарландыруларыңыз жаңартып қойсаңыздар жақсы болатын еді. Егер наған бір жазуларыңыз көрінбей баратырда, егер де наған бір тендер арқылы 1-2 миллион құртатын болсаңыздар, оданша маған хабарласасаңыздар, мен 100 теңгеге осындай түрлі түстетіп шығарып берем, жарай ма? Егер көп ақша құртпайтын болсаңыздар, өздеріңізге өзгерте салыңыздар. Рахмет, я? Ал енді Ниязбекова кеңсе емес, хенсе меңгерушісін әлі де күтудемін. Ашып, мына жақта осы ауылдың болсын, осы жаққа біз сияқты шеттен келген азаматтардың арыз шағымдарын ішінен алып басшысына жеткізсін. Басшысы білмей жатқан шығар бұл жақта не болып жатқанын, Полковник Зиятаев Бауыржан Батырбекович. Білесіз ба не болып жатқанын? Көз астыңызда, қол астыңызда, көз алдыңызда. Кішке ретке келтіріп қойсаңыздар, нөмірлер қайда бір бюджеттен ақша бөлінбейтін сияқты сіздерге. Өз ақшаларыңызбен жасатып жатырма осының бәрін, бюджеттен ғой бәрі келетін. Осын жаңартып қойсаңыздар, халыққа кішкене жағымды етіп. Мына жерге 2 орындық емес бұлай, көбірек мына жаққа дейін орындықтарды созып. Үлкен кісілер отыр мына жерде. Сұраған нені берем болды, сұраған құжатты берем болды шығам. Жоқ, дұрысқа қазір өзім жоқ дейді, азанда келсін дейді. Жоқпын дейді. Сержант мырза, ассалаумағалейкум, бола сізді бұның? Мен миграционныйға келіп тұрған едім. Сержант, сіз не жұмыс орныңызды тастап кетіп отырсыз? Сізбен сөйлесейін деп сұрақ қойын дедім. Асимметрия ғой, справка асимметрия. Бағана емес па, азамат? Иә. Түсінбедім. Бастық ана уақытта қабылдайды, ертең келіңіз. Қазір ол уақытта бес пе екен? Жоқ. Қанша болды сағат? Аптаның күнін және сағатты айтыңызшы қазір. Жоқ, ар жақ қарасыз. Түсіндім ғой, сағат жоқ қой ол жерде. Сіз сағатыңызды айтыңызшы компьютеріңізге қарап. 5'ten 19 mu ketdi? 17-19 сейсенбі вторник, ә? 17-19 Зиятаев Бауыржан Батырбекович жаңа ойлаған ғой, қандай керемет кісі 5 күн бойы қабылдайды деп. 18:00 әлі болған жоқ, 17-19 енді болды, бірақ ертең кел дейді. Неге ертең бүгін деп тұр ғой, сейсенбі? Бастық жоқ қой қазір, бастық. Түсіндім ғой. Кім бар мына жерде? Міне сейсенбі қабылдайтын Мейірбеков Еркеғали Избасарұлы. Сейсенбі 11-ден 12-ге дейін, қайда ол кісі қазір? Маған олар емес, маған кім керек қой? Кеңсенің меңгерушісі негізі. Кеңсенің ба?
Кеңсе емес, ана жерде кеңсе деп тұр да, сол үшін. Негізі кеңсе меңгерушісі керек маған. Пока шақырып берем маған. Сіз шақырып беремін деп қанша уақыт бұрын айттыңыз маған? Қазір шақырып берем деп. Мәке айтыңызшы. Кеңсенің несі бар ма? Кеңсенің меңгерушісі. Сонда сіз дежурчisi шақырып береді. Қазір звондаймын. Сіз бағанадан бері звондамай жатсыз ба сонда? Звондап жатырмын деймін маған, телефонды алмаймын деймін. Кімге тіркейміз бұл? Режим авиатошник түсірген болса. Ha? Алло, Аха. Оперлеріме, следактарыма қатты пысық екен де, жанымды айтпай, ар жаққа кетіп барып жатқан режим әбекпі іште түсіруге болмайды ғой дейді. Іште мына темір тордың ар жағына қашан өтем, сол кезде түсіруіме құқығым жоқ. Ал қазір ашық есік. Кез келген ит те мысық та кіреді, түсіреді. Өзінің құқығын сақтау үшін, өзін қауіпсіздендіру үшін. Өйткені біз білеміз ғой сіздер не істей алатындарыңызды. Қалтаға бірдеңе сал жересін алып па, ұсталған дейсің. Ал бізге онда қажет емес. Сержант айып етпейсіз, сөйлесіп отқан жоқсыз ғой, айтып жібересіз ба? Бар ма екен, іште жоқ па екен? Күтудің қажеті бар ма, жоқ па? жұмыстармен кетіп қапты. Кетіп қапты, жұмыс орнында емес, Ниязбекова? Қазір ғана жұмыстармен шығып кеткен қазір. Рахмет, сержант. Ат жөніңізді атап жібересіз ба? Ертең келсін дейді. Ат жөніңізді атап жібересіз ба? Сержант? Ат жөніңіз? Не істейсіз менің ат жөнім ма? Маған қызмет көрсеткен қызметкердің ат жөнін біліп жүргім келеді. Атамайсыз ба? Мен Жамбыл Шекербекұлы Рахматов, бейне және аудио жазылдыру деп ескерткем. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Зиятаев Бауыржан Батырбекұлы. Кеңсе меңгерушісіне тук-тук деп тоқылдатып, азаматтардың арыз шағымдарын алдыма алып кел. Халқымызда қандай қиындықтар болып жатыр, қандай қызметкерлердің үстінен шағым түсіп жатыр, сонымен танысайын деп айтыңыз, я? 1 жыл 7 ай бойы ешқайсымен таныспапсыз. Жұмыс күні, жұмыс уақыты 18:00-ге дейін деп тұр. Мен сіз шақырмаған едім негізі. Бірақ сізді жұмысшыңыз айтып тұр, жұмыс орнында жоқ деп. Өкінішке орай. Жамбыл Рахматұлы аты жөнім. Осы мәселені бақылауыңызға алып, қадағалап реттейсіз деп үміттенемін. Байланыста боламыз.